Ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсын. Эфирде заман бүгін январь айының 19-сы ве Қырым işğalının 1058 күні. Студияда Муслим Умеров болуна. Бізім Джума эфирімізде бойлы хаберлер. Вашингтонда сайланған президентіне қаршы наразылықлар девам етмекте. 4 ел одая намаз. Қырым 26 яшыны толдырды. Чубаров Қырым татарлар үшін милли мұхтариетні талап ете. Қырым мұхтар жүмхуриетіні Украинаның айрылмаған қысмы оларақ Қырым татар мұхтар жүмхуриетіне чевермек керек. Февраль 26-сы ішінде уйғунсызлықлар чоқ. Привлечение к уголовной ответственности лиц, которые давали и которые брали показания. Бүгін Қырым мұхтар жүмхуриетінің күнідір. 1991 сенесі Ярамаданның эксириетіні тәшкелеткен сакинлер бұтын Қырым референдумында мұхтариетінің ғайрыдан тікленмесі үшін рей бергенлер. Бұл Украина теркебінде Қырымның статусыны бергіледі. 1991 сенесі февраль айының 12-сінде Советлер бірлігінің Украина юқары шурасы Ярамадада сакинлерінің истегіні сапқа алып, уйғун қарарыны қабыл еткен. 2014 сенесі Русияның тежавузы Украина қануниетіні чеверчевесінде Қырым топлылығыны жүмхуриетінің ақ ұғықларından марум еткен. Işğal etilgen Қырымға Украина теркебінде Қырым татар мұхтариеті статусыны бермемек керек. Бағышлаңыз бермек керек. Бұны парламент сессиясында Украина юқары шурасының инсан ақлары, милли азлық ве миллетлер ара мунасибетлер бойынша комитет азасы Қырым татар халқының Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Мұхтариет күні себебінден кечміштен дер салмақ керек. Оның үшін мен Кения президент ве Украина кенетіні тезже конституцион денешмелер қабыл етмеге чағырам. Украина ана есасының 10-жы бөлігіне денешмелер кірсетмелі. Қырым мұхтар жүмхуриетіні Украинаның айрылмаған қысмы оларақ Қырым татар мұхтар жүмхуриетіне чевермек керек. 26 февраль ішінде бір чоқ зідет бар. Бұақта Айдем Семедляев білдірді. Оның тариф еткеніне көре, отырыш девамында бір чоқ тенефу сәляны тілейді. Себеп махкемеде айтылған сөзлер. Протоколда язылғанларından фарқ ете. Адвокатлар есе нефбеттікі шекейет аризасына азырлайлар. Али Асанов ве Мустафа дегерменжі Қырым юқары шурасының бинасы янында өткерілген наразылықларда иштиракчилер олғанында шекілейлер. Очень много противоречий. Пек çok anlaşmamazlık бар, çünkü biz advokat ve mahkumlarının soraf protokolları nasıl saklanıp kalğanı, nasıl neticeler alınğanının bağlı sualleri бар. Onun için advokatlar suallerge cevap bergen ve soravda iştirak etken şahıslarga nisbeten jinayi iş қозғатылması hakkında айтқаны deyler. Ақярда 20-ге яқын инсан өлдірілген журналист Анастасия Бабурова ве Москва адвокаты Станислав Маркеловге бағышланған хатыра митингке чықты. Оларны 8 ел әвелсі Москвада атып өлдірділер. Адвокат Станислав Маркелов Чеченистанда женкеверлер тарафындан япылған инсан ақларының бозылуынен бағлы жинайы ішлері өзерінде чалышайды. Ақярлы журналист Анастасия Бабурова есе формаль олмаған ген шәрекетлеріні, олар арасында неонацистлеріні тетқиқ етеді. Москвада есе бұл кеби митингте түневін еді инсан яқаланды. Стас Маркелов ве Анастасия Бабурова өлдірілген еділер. Олар тесадуфи инсанлар дегіл. Олар пек сық фашистлерге қаршы ве мұхалифет әрекетлерінен оғраша еділер. Вашингтонда Дональд Трамп Америка Қошма Штатларының 45-ші президенті оларақ ант еткен. Америка Қошма Штатларының президентінің инаугурацион чықышы тарихи вақадыр. Инаугурация арфесінде Трамп айлесінен бәрабер байрам тедбірлеріні ачмақ үшін Вашингтонға келді. Концертте Тоби Кит ве Ли Гринвуд, Three Doors Down тақымы ве YouTube йылдызлары The Piano Guys иштирак етті. Лекін чоғысы артистлер чықыштан ред еттілер.
Инаугурация арфесінде Вашингтонда кутлеви наразылықлар кечті. Яна Америка лидеріне қаршы, біз Америкада фашизмге қаршымыз шарлар сеслендірілді. Наразыжылар тақымлардан бірісі yollarını қапатып церемонияға кедер етежек олайды. Яна президенттің позициясына наразылық білдірмек үшін белі Голливуд йылдызлары да келді. Олар арасында Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Шер, Джулиан Мур, Марк Руффало ве кинорежиссер Майкл Мур. Не де olsa, біз америкалылар, Нью-Йорклылар, біз ватан перверлеріміз, ось ве бізім ватандашларымыздың ақларымызда бірміз. Сіз бір вақыт теслим olmamak керексіз. Аксалда біз кедер ве депрессияда olacakмыз. Bütün memlekette bizim hareketimizni korumaya vakit geldi. Bugün, yarın ve yakın günlerde bu hareket bizim yenilişlerimizni ve halkımızın haklarını koruyacak. Men mında Donald Trump'ın antının beraber gelecek akılsızlıkka karşılık bildirmek için geldim. Again, we have to give him a chance, but I think that all the people are here to rally. Biz ona fırsat vermek gerekmiz. Menimce insanlar vakıttan evvel çok şamata kozgaylar. Men onu yapacağını görmege isteyim, lakin o bilmek gerek. İnsanlarını horlap, denişmelerini yapıp olmaz. İyi denişmeler tek sağlaganlar için değil de herkes için olmak gerek. Rusия Америка ile subetke hazırlana. Rusия тышышлер назиры білдіргеніне көре, Москва Дональд Трампның салявлардан evvel айтқан бұтын лафларыны хатырлай. Сергей Лавровның айтқанына көре, Москва Вашингтоннен стратегик истиқрар меселелер ақында лаф етмеге істей, бұндан да ғайры Москва өзек ве сес үстін силя ракеталар қаршы мұдафа системларыны ве өзек деневлеріні мұзакере етмеге ниетлене. И, конечно, мы обратили внимание на предвыборные заявления. Biz Donald Trump'ın sağlavdan evvel eginle karşıda beraber kureş alıp barmağa hazır olğanı ve kararlı ekinligi hakkındaki sözleri dikkatimizni çekti. Putin çok sefer kaydetkeni gibi Rusya Washington ile konstruktif diyalog geçirmege hazır. Bular hususan terrorizm ve bugünkü günün diğer menfi hareketlerine karşı semereli adamlarının bağlıdır. Рошен Липецктеки кондитер фабрикасыны қапата. Истисалының тоқтатылуы ве донатмалар консервациясы бусенесінің апрель айына планаштырылған. Рошен корпорациясында қайдеткенлеріне көре қарар иқтисади ве сияси себеплерден қабыл етілді. Бұнымен бәрабер себеплер арасында Роспотребнадзор тарафындан Русия территориясында Украин мақсулатларының кетірілмесіне ясақның көрсетілмесідір. Русия ве Украин құтлеви хабер васталары тарафындан тенқыт ве саттылық түшмесі белгіленген. 2013 сенесінден берлі Липецк кондитер фабрикасында мақсулатының истисалы уч кереге ексілді. Украина олигархы Виктор Пинчук журналистлерге өзінің Қырым бойынша позициясыны білдірмеге истемеді. Давоста халқара иқтисади форумында Украин үйлілігі вақтында журналистлер оны давалы мақалесі ақында сұраштырмаға істегенде Пинчук жауап бермеге истемейіп, Украина хабер васталарындан қачайды. Сөз Пинчукның Wall Street Journal мejmuасы үшін япылған мақалесі ақындадыр. Анда о Украинаны компромисслерге барып, Қырымны Русия қысымы олғанына танымаға теклиф етті. Виктор Михайлович, суал бермеге мүмкін ма? Жоқ, сіз Украина хабер васталарына мақалеңіз ақында ике еті білесіңіз ма? Бұл украиналы аудитория. Австралиялы Мельбурн шерінде белгісіз шахыс машинада инсанларыны басты. En azdan 3 инсан ile koldu, олар арасында бір бала да бар. 20-ден зеді инсан есе яраланды. Фаджа шартларының айтқанларына көре машина әрекетлері қарма қарышықлы еді. Базылары есе атышув давышлары да білдірелер. Bu olayın Southern Metro bölgesinde daha önce yaşanan bir bıçaklama olayıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz.
Saldırgan gözaltında şu anda halkı için başka bir tehdit teşkil etmiyor. Şu anda halktan şehir merkezini kullanmamasını istiyoruz. Olay yerini açmak gerçekten uzun zaman alacak. Наш Крым не российский, история украинского государства. Киевде он беш муэлифнын китабы тақдим етілді. Олар арасында тарихчилер, журналист ве джемаат эрбаплары бар. Китап Крым тарихы, яни Крым ханлығындан башлап, 1991 сенесі, яни Украинанын мустақиллигіне жиылған мақалелерінден ибарет. Китапны Киев мектеп талебелеріне бедава тарқытылacak. Bundan da gayrı meralqanlar kitapны Milli Hatıra İnstitutунun resmi saytında tapabilirler. Крым татар милләтіне Русия империясы Совет девриде бүгінгі күндеде әббасқы yapılмақтадыр. Бұл меселе Азияда чок айдынлатырғандыр немеге истемеміз. Украина тарихи саасындaki Крымлыларының тарихи меселесінде бір бошлық бардыр. Оның үшін оларнен бағлы меселелерінің зиманеви Украина тарихи үшін пек мерақлы ве пек мұйымдар. Бүгінгі күнге Украина тарихыны бұзув тешебіслері милли телекесізлігімізні телекеге алтына көрсетмектедір. Русия алып барған гибриджингте ешбір түрлі ұғуки делили олмаған алда уйдырылған тарихи аргументлерге әсасланарақ Крымда ұқықсыз әрекетлер япқаны бұның ән айдын бір мисаледір. Вона намагається прикрити Кефелелесі Ахмежітте белі Крым татар шайры әмене Усейіннің яны шейрлер жиынтығы тақдим етілді. Түркияда басылған китап, яқында Анкара китап ярмалығында көстерілді. Шымды оны Крым оқуйчылары да әлде ете білелер. Кефе байырлары, дерттен бош, чатлақ, үзілген лалесі, тапталған япрақ. Kitabım 3 kısımdan ibaret. Bu birinci kısım bu lale hakkında şiirler, bu ilahi mevzuda yazılgan şiirler. İkinci kısmım bu gül ve bülbül hakkında şiirlerim. Bu siz bilirsiniz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem timsali sayıla. Ve üçüncü kısım bu benim şahsi lirika, felsefe bakışım. Buna böyle bir nede usulda, Aşık Ömer'in usulunda yazgan, şimdi aramızda şairi yetişti. Bu Emine Hüseyin. Hayırlı olsun da artık gür olsun. Bunlar hepsi bizim hazine, hakikaten hazine, baylığımız, zenginliğimiz. Халқының битмес чоқрағы. Ахмежітте ескі Крым татар түркілерінің мешур ижрачысы Афизе Касараның ижади ақшамы кечті. Санада Крым ансамблінің артистлері де чықышта бұлынды. Bizim sanatımız, bizim türkülerimiz, oyunlarımız, avalarımız elbette bu bir bitmez bir çoğrak. Onun için bizim halkımız nasıl aytayım? Su sağanda o çoğrağa varıp su içecek. Onun için ben bilesem çok manalı bile adını koyduk. Sağ olsunlar yardım ettiler. Herkes düşündü bu manayı ve evet halkının bitmez çoğrağı olsun bu bizim Kırım Tatar türkülerimiz, oyunlarımız, bizim Kırım Tatar sanatımız. Bugün bir muhteşem öyle bir konsert oldu ve Afize Hanım Kasara hakikaten de bizim cemaatımızga tek büyük öyle bir kıvanç ve bizim sanatımızdan keyif almak ve terin öyle düşüncelerge dalmakla beraber öyle bir vatan duygusu ne olgan, biz nerede yaşaganımızın, biz kim olganımızın hatırlattı. Крым парчасы Украинаның юрегіндедір. Киевде Крым татарларының декоратив Амели санаты сергісі açılды. Ел бойынша Узоры мира проекты черчевесінде Крымдан келген чөлмекчілік, нағыш ве филигрань мутихасыслары көчіп келген талебелерінен бераберлікте еске өрнеклеріні аларақ яныларыны мейданға чықара еділер. Бұл Коран қапысының муэлифі, Киев университетінің талебесі Нияра Абдурахманова. Келечекте филолог мықлама техникасыны огренмеге істеді. Бір қач ай давамында милли өрнеклеріні текрарлап, алтындан нағышлайды. Мы маленькие элементы заменили уже современными пайетками.
Біз күчік элементлер еріне паеткалар куландық. Эвел паеткалар yok еді. Ве біз бір қачинжі элементні қоштық. Это елек, жилетка мужская. Бу элек, эркек жилеті. Мен оны озым нағышладым. Иш қырымтатарларының эски копиясына яқындар. Дүгмелері есе керамикалы. Лиана Вилиляева талебелерінің ишіні көстере. Олар эркек костюмының нағышланғанлар. Уста ишінден мемнун қалды. Меня очень порадовали девочки. Қызлар мені пек қуандырдылар. Екінші ишіні кейфиетлі мутехасыслар кебе япқанлар. Мені атты айретте қалдырдылар. Көчіп келгенлер Эвелина Асанованың филигрань ұстаханесінде 18-19 асырындаки қырымтатар безеклеріні яныдан япайдылар. Мында құшақлар, чеке безеклері, сырға ве безліклері бар. В некоторых изделиях мы добавляли творческие моменты. Базы ишлерімізде біз ижадымызны қоштық. Мисаль құшақ. Ахмежит музейінде сақланылған құшақның копиясыдыр. Музей в Симферополе. Керамик сабутлар коллекциясыны керамика устасы Рустем Скибин тақдим етті. Артефактларнен берабер суф, эт ве себзелер үшін земаневи гогюм орниклері. Манғалының көрінішы есе 200 ел әвелсі бойлейді. Оның орнигі есе эски Қырымда кешірілген қазмалар черчевесінде тапылды. Это мангал, предмет, в котором Көмір үле çalışқан мангал бойле құланлайды. Элчіклер қызанмайды. Шише сувынен толдырған сон бойле қойылайды. Мастер-классқа Украина чөлмекшісі Павло Сахно да қошылды. Айтқанына көре қырымтатар сауытларының яныдан япмасы зор дегіледі. Бір чоқ шекеллернен әнді таныш еді. Якщо звернемо увагу з вами ось на ці гончарні форми, то такі самі в українській традиції були. Біз чөлмек шекеллеріне диққат айырсақ, көреміз бойле Украина әдетлері де бар еді. Бу ади бір чөлмектір. Бойле қырымтатарлар боғдайыны қорчалайдылар. Украинада бойле шекеллер yok еді. Бу абде салмақ үшін. Украинада бұны құланмайдылар. Бұтын бұ ішлер дүния орнеклеріні бедили ихасы черчевесінде yapıldı. О күчіп келген қырымтатар ұсталарыны бірлештірді. Ел девамында олар ұсталығынен талебелерінен пайлаштылар. Мы хотели показать преемственность поколений, потому что этническая самоидентификация. Біздер неселлер арасында олған муим бағыны көстермеге істедік. Бүгін олған вақиялар қырымтатарлар үшін этник идентификациясының күчлі факторыдыр. Хусусан бойле зор олған бүгінгі вазиетінде. Бір ел керген иш ве біз Украинада Қырым қысымыны тешкелеттік. Әрбір Украинаның юрегінде Қырым дайма олғаныны істейміз. Бұндан сон ене білеміз. Ишлеріні Иван Гончар музейінде көрмеге мүмкін. Сергі бір афта девамында çalışacak. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Бұл біздің соңки хаберіміз еді. АТР елі олыңыз, көрішмек үзіре.